Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Бүгін қай күні? 25 ма? Иә, ақпанның 25-і. Бізде мынандай ауа райы, қар деген жауып жатыр. Кешеден бері жауып жатқан қар ғой. Тағы да бүгін күні бойы ертең жауады дейді. Ертең даже жаңбырмен жауады деп жазып қойыпты. Ой, қыс бойы қар жаумай енді жауып жатыр. Қоймай жатыр. Осындай қалың дала деген суық. Қазір таңғы 8-ге 17 минут қалды. Шай қойып, қазір кашамды жасап алам. Мынандай каша. Соңғы мынандай гренка жасап алам. Тамақ ішемін. Каша дайын. Жеп отырайын енді. Ұят болмайтын шығар. Әлі алған жоқ, ана сплинттарым да әлі тұр. 2 наурыз күні Құдай амандық беріп алып тастайтын шығар. Шайым түрі мынау. Морс дейді ме? Жазда қызыл смородина алып, соны блендермен қантпен араластырып, соны істеп қойғанмын. Қазір не дәмді сезбеймін тамақтың, не иісін, не жеп отырғанымды білмеймін. Сол иісі ладно, енді тамақтың дәмін білмеген өте жаман екен, сезбеген. Өте қиын. Коронавирус кезінде барлықтарымызды осылай ауырып едік қой. Тура сол сияқты. Бірақ ол кезде менде тез бір аптада келген. Гренке жасап қойдым. Оңай емес осы барлығы. Рекомендацияда жазып қойған. Ыстық тамақ ішуге болмайды. Қатты тамақты жеуге болмайды. Еңкеуге болмайды. Ауыр зат көтеруге болмайды. Сонымен жүрміз әйтеуір. Ондай тамақты пісіріп әйтеуір. Кеше көже пісіргем. Ары күні котлетпен күріш жасағам. Күріш пісіріп котлет, подливпен. Осындай болып жүрміз әйтеуір. Бүгін Құдай берсе қызымыз келіп, пельмен жасаймыз, папамыз бүгін келеді деп. Көреміз енді, мынандай қарда келе алады ма, келе алмайды ма. Қызық. Әйтеуір сол қатты уайымдайды ғой. Олдар уайымдаса, үйленіп, келінді алып келіп, кішкене жағдайымызды жасаушы еді ғой. Бірақ үйленетін әлі ойлары да жоқ. Айтып шаршадық ұшы. Арасында айтып қоям, бірақ сонда да уақыт жоқ бізде деп қояды ғой, ана кіші, ой, бұл деловой. Уақыт жоқ бізде, мама, деп қояды. Сол қардың жауады, қоятын түрі жоқ. Жауады, көп жауады, мне кажется. Сол сондай. Мұрын аз болып тұрғанда, ерінге стоматит түсіп, ой, қиын. Тоже ауырып тұр. Ол стоматит неден пайда болды дейсеңіз, отаның алдында, мен 19-ы ота болды, мен 18-і сағат 9-да тамақты уже болды іштім, сонымен ішкен жоқпын, өйткені жазған бос асқазанға ота жасалады деп, суды ішуге болмайды, тамақты ішуге болмайды деп. Сол сағат 9-да соңғы рет шай іштік, тамақ іштік. Тамақ ішкен кезім негізі, бірақ сонда да кішкене ішіп алайын деп
бірдеңке жедім, есімде де жоқ сол. Содан кейін келесі күні сағат где-то 12:30-да отаға бардым. Ол кезде уже 16 сағат почти что. Не су жоқ, не тамақ жоқ. Асқазанда бәрі уже кеуіп қалған ғой. Содан кейін ота кезінде енді трубкаға аузыма тықты. Содан кейін енді инструментпен жасағанда ауызды да тиіп кетеді ғой. Содан кейін еріндер сусыз енді бір-біріне жабысып қалған. Содан жабысып қалғанда кішкене жыртылады ғой. Нелер тері. Ой, сонда медсестралар, медбикелер аузымды сумен сүртіп не қылып отырғанда түкте болмас еді. Бірақ ол да ұмытып қалған шығар олар. Сонымен мен тілімен не қылып едім ғой, сулап едім ғой мына тілдерді. Қан болған. Содан пайда болған ғой. Ол кезде кішкентай язочкалар болып тұрған. Сол кезде сразу енді білгенде уже мазь жағып, может, ештеңе болмас еді, бірақ қазір көбейіп кетті. Ауырады страшно. Сол мұрынды сол күнде аквамариспен не қылам. Қазір оны тазарту да мүмкін емес, мұрынға тиіп қалсаң ауырады. Енді мынандай домалақ, мынандай ұзындығы мынандай сплинт дейді, мынандай трубочкалар ғой. Трубочка мынандай. Мына жерде мынандай не тұр. Қанаттар сияқты, ол мұрынды ұстап тұрады, гипс сияқты. Өйткені ана жерде алып тастады ғой нелерді. Бөлшектер ма, бірдеңкелерді әйтеуір көйті. Соларды алып тастаған, мұрынды не алған, түзеткен. Соны дұрыстау үшін сол мынандай нелер тұр, қанаттар сияқты. Солар мұрынды дұрыстап тұрды. Гипс сияқты. Орна келсін деп. Сондай. Енді Құдай енді аманшылық бер, денсаулық беріп, аман есен жетсем болды ғой. Ораза, мен тамақ ішіп отырмын, енді бірақ маған ораза ұстауға болмайды. Өйткені денсаулыққа зиян болады деп. Солай, енді шештік, ораза ұстамаймыз деп. Өйткені өте қиын. Сол ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бәлкі армандарыңызға жетіңіздер. Оразадан оразаға шейін жетіп, бәрі заман сау болайық. Сол сондай бүгін бейнем осындай. Мен тамақ ішейін. Сау саламатта болайық. Сау болыңыздар.